Töy şirkin. Өздеріңіз көрдіңіздер, көңірлеген күймен бүгінді таңыңызды бастап бізге қонаққа келген Қайырлы Қазақстан бағдарламасында күйші Әли Мұхаммед Жұмабекұлы атамыз келіп отыр. Қош келдіңіз ата. Қайырлы таң. Өзіңіз көргенімізде қуаныштымыз. Қалыңыз қалай, жақсы ма барлығы? Тамаша. Қандай күй болды жанағы? Маңғабыл деген кісінің жүйрік аты болған екен Қарғасқа аты. Сол кісінің сонда аттың шабысы ғой. Ойнап шапқан. Ойнақтағаны ғой? Ie. Содан арнап күй шыққан. Күй шыққан. Тамаша, қандай күй? Енді ата, сіз 200 күйді шебер орындауды меңгерген қазақстандықтардың бірісіз деп естідік, иә? Күйге деген қызығушылық қашан басталды? Неше жасыңыздан бері күй тартасыз? Біздің ата арғы атамыздан үлкен әкеміз күйші екен. Шойынбектен соң Құлабай деген ұлы атақты күйші екен. Менің өз әкем Жұмабек деген кісі де күйші. Енді біз тума күйші? Иә, біз үйренген емеспіз. Біз күй шығара береміз. Есебі күй жарысы болса, күй ойымыздан туа береді. Қолымыздан. Неше құбылтып. Әзір мысалы, Сардала десең, орындап береміз. Сардала деп. Қапчағай деген күйлеріміз бар. Тоғыстарау, біз Қытайдан келгенмін ғой, 2005-тегі. Мен келген 17 жыл болды. Ал қазіргі таңда шәкірттеріңіз бар ма? Өзіңіз үйретіп жүрген? Балаларым бәрі күйші ғой, қызым күйші ғой. Я, оны естіді, қыздарыңыз да осылай тума күйші? Енді... Ол кісілерді өздері шығарып Қытайда бар. Қытайда бар? Қытайда бар, иә. Қанша шәкіртіңіз бар? Енді көп қой, оның бірі тарап кетті ғой енді. Қашатай дегендері бар, небір атақты күйшілер болды. Енді өзімізде, мен аудандық майданшысын Тоғыстырау, Іле облысы Тоғыстырау ауданынан келдім мен. 7-ші ауылдан, ауыл дегенсіз. Ал енді мен 17 жасымда 30 жыл Тоғыстырау ауданда күй орындадым ғой. 30 жыл орындадым. Енді сол уақыттағы өкіметтердің бәр қолында ғой бәрі. Енді күйшіміз енді шын. Тамаша. Енді аға, қазір сіздің төсбелгілеріңізді көріп отырмыз. 6 бірдей марапаттарыңыз тұр. Қайдан алған, кім берген? Енді маған енді өзім 11 қыз ішінде жалғыз ұлмын. Маған Құдай енді көп дүние беріпті. 10 балам бар Құдай берген. 15 шөберем бар. 10 балам бәрі үйленген. 2005-те көшіп келген Қытайдан қоныс аударып Қазақстанға. Енді есің барда елің тап дейді ғой енді. Енді Қазақстанға келіп осы күйлерімді, өнерлерімді еңбек сіңірейін дедім Қазақстанға. Тамаша. Еңбек сіңіру керек. Сонда енді доктор болдым. Доғдырлықтан алған емшілер қауымдастығында алтын ине салып, жек адамдарды емдеу бастадым 2010-нан. Сонымен енді көп жиналыстарда болдық. Әр жылы съездерде болдық, әр облыстарда. Енді осыда да бірден күй орындап жүрдім енді. Енді өзімнің арманым Қазақстанда Құрманғазы Тәттімбеттің күйлерін. Біз ана жақта жатқа білеміз енді. Көзіміз көрмеді. Біз бұрын радиодан білетінбіз енді. Ал Нұрғиса ағамызды, оны орындайтын Әлғиса, оны орындайтын Нұрғиса деп ағамызды сол жақтан. Ал Қаршыға, Ақмедияр деген сияқты. Енді біздің енді күй деген енді қазақтың бір жан дүниесі енді. Күй деген сөз енді бір енді өте енді оған енді ойда жетпейді.
оның ой өрісі өте жоғары. Қазақ күймен домбырасыз үй емес. Домбыраны танымаған адамды адам емес деп үлкендер айтып отырған естиміз енді. Енді біздің үлкен ролымыз бұл еді, дүние жүзі бойынша. Әрине. Қазақтың Мың күйі деп қазақтың ие. үлкен тарихы да қос ішек дос домбырада жатыр дейді ғой аға. Енді өзіңізбен сұхбаттасып танысып отырмыз, және күйден бастадық. Тағы да бір қонақ кеде күй сұрасақ болады ма? Болады. Қандай күй? Енді былтыр елімізде кішкене жүңгі деп айтайық енді. Жүңгімізде қалған туған жерімізде бауыр туыстарымыз кішкене қамалып, ады жайында ауру келді ғой енді. Сонда бәрі үйде болғанда сағынып, қатты. Сонан кейін енді қайран елім ай деп енді. Сағыныштан қайран елім ай деген күй шықты. Күй шықты өзімнен енді. Тамаша. Тарту өтеміз, ал құрметті көрермен қабыл алыңыздар. Күйші Әлмұхаммед Жұмабекұлы атамыз қайран елім ай күйімен. Керемет аға. Сізге көп-көп рахмет айтамыз, алғыс білдіреміз. Осы таңнан ерте келіп тамаша күйіңізді тарту еткеніңізге тек жақсылықты жолға аға. Көп рахмет сізге. Ал енді құрметті көрермен, дәл қазір бізде жарнама, сәлден соң қайтара аламыз.